Айда ханым, амансыз ба? Қош келдіңіз. Қайырлы күн. Студия қалай екен? Керемет. Ыңғайлы ма? Өте ыңғайлы. Жайлы ма екен? Атмосфера күшті. Дәмнен ауыз тиіңіз алғашқы. Рахмет. Бүгін тағы да бір жиындарыңыз бар, иә? Бүгін үлкен компаниямыздың Қазақстандағы ашылу салтанаты болады. Осы уақытқа дейінгі жасалған, жалпы мен 2,5 айдағы еңбегім бағаланатын болады. Яғни сіз сол компания ашып жатсыз тағы да бір, иә? Мен компанияға кіріп жатырмын. Компанияға кіріп жатсыз, иә? Бағанағы нишамызды тағы да үлкейту мақсатында қазақтың Ерсай есімді Қытайдың қазақтың қызы, бірақ қазіргі таңда ол сөз кәсіпкер, иә? Өзі кәсіпкер, иә. Ол да екеуміздің жолымыз бірдей, почти 16 жылдық кәсіптік жолымыз бар. Сол кісінің Қазақстандағы үлкен компаниясының ашылу салтанаты Жақшетте. Осы мен енді Жақшетте 1 жыл жұмыс атқарған ханымдар алғашқы өздерінің көліктеріне ие болатын болады. Бізге де арнайы жасалынған тосын сыйлар бар. Соларға куә болатын боламыз. Керемет. Мына микрофонды өзіңізге сәл қаратып жіберсеңіз, мынау направляющий микрофон. Болды, әдемі. Жігіттер дайын ғой? Бастайық онда. Ал сәттілік. Ассалаумағалейкум, қадірлі көрермен. Жаңа жобасы, жаңа сана. Бүгін біз өмірдің үлкен соққыларын қабыл алып, оны үлкен жетістікке айналдырған, тіпті өлім мен өмірдің арасындағы сәттерді сезінген Айда ханыммен жүздесіп отырмыз. Қош келдіңіз студиямызға. Қош көрдік. Сіз студияға кірген беттен біздің атмосферамыз жаңарып, жанданып, жарқырап шыға келді. Рахмет. Қадамыңызға құт болсын. Екеуара әңгімені бастамас бұрын мен бір шағын білесіз сауалдар дайындап едім. Сіздің реакцияңызды тексеру үшін, қаншалықты ұшқыр ойлы екендігіңізді тану үшін, таныту үшін. Жалпы таңғы 5-те ояну ма, әлде түнгі 2-ге дейін жұмыс істеу ме? Таңғы 5-те ояну. Ең алғашқы қомақты табысыңызға не алдыңыз? Ең алғашқы үйге жинадым деп айтайын. Үйге жинадыңыз. Алматы ма, әлде туған ауылыңыз басқыншы ма? Алматы. Ауыл емес. Жоқ. Бизнес пе, әлде отбасы ма? Екеуін бірге алып жүру. Бірге алып жүру. Таңдау қажет болған жағдайда? Таңдау қажет болса, ол отбасы. Сәтсіздік деген не? Мүмкіндік. Сіз үшін ең үлкен байлық? Раббыңмен қарым-қатынас. Адам бойындағы сіз ұнатпайтын қасиет? Екіжүзділік. Егер ертең өмір тоқтайтынын білсеңіз, бүгін не істейтін едіңіз? Осы сәтте нақты осы сәтпен өмір сүру. Яғни ештеңе өзгертпейсіз. Өзгертпеймін. Жаңа сана қалыптастырудың формуласы қандай? Өзіңді тану. Ең бірінші өзіңмен кері байланыс алу. Өзіңнің ішіндегі рухани байлығыңды өсіре отырып, қабілеттеріңді басқадан емес, өзіңнен табу. Ол қабілет 99 әр адамның бойында, яғни ол менің бойымда бар дүние. Оны бір арман етіп, басқа біреуден бір үміттенбеу. Үміт отын сен ғана жағасың өзіңе. Соған сену керексің, сол нәрсе алып күш сенің бойыңда. Ол алып күшті ояту сен ғана аша аласың. Ол алып күштің иесі сенің Раббыңмен қарым-қатынас. Көп адамдардың қателігі өмірде өзін емес өзгені алдыға қояды. Сол адамның артынан ериді, бір чуданы күтеді. Яғни адамнан сұрама, Алладан сұра деген сөз айтылады. Және сенің өмірге келуің ол мүмкіндік. Сол мүмкіндікті барынша 100% қолдана біл. Сіздің балалық шағыңыз мынау тәуелсіздіктің елең алаң кезеңімен тұспа-тұс келді. Ел қиналып жатқан шақ, сіздің өмір баяныңызды оқып шыққан кезде қыз баласы болсаңыз да темір-терсек жинағаныңызды көрдік, талай қиындықты бастан өткеріпсіз. Жалпы сол темір жинап жүрген кішкентай қыздың ең үлкен арманы қандай еді? Ең үлкен арманы Алматы қаласының жалпы тұрғыны болу. Себебі мен изначально біздің ауылда 4 көше бар.
Мен сол сәтпен өмір сүрсем де, сол состояниеде жүрсем де балалық шағымда, мен өзімнің Б точкамды уже айқын білген адаммын. Мен оны, мысалға бағанағы темір терсек жалпы теруімнің себебі не ол? Анамның еміне. Мен қол жайып ешкімнен сұраған адам емеспін өмірімде. Мен бірінші өзім әрекет жасаймын. Құдайдан сұраймын, әрекет жасаймын. Және оның 100% орындалатынына сенетін адамдардың қатарынамын. Анам өте сабырлы, жетімшілікті өте көп көрген. Кішкентай кезінен ата-анасынан айырылғаннан кейін барып, жан-жақты анамның сол жуастығын әлсіздік ретінде қабылдағанды көрдім. Яғни маңайындағы кісілердің. Маңайындағы адамдар, былайша айтқан кезде, ол негізі керемет дүние ғой. Мысалға, ол қасиет менің бойымда жоқ. Анамның бойындағы байлық, анамның бойындағы көркем мінезділік менде жоқ. Бірақ сол көркем мінезділік пен сабырлықты жанындағы сол замандағы кісілер оны басқаша түсінді. Оны кемсіткісі келді. Соны көре отырған мен әр кез, әр сәтте өзіме сөз бере бастадым. Аида, сен бұндай болмайсың. Бір басыну болатын болса, бізде мынандай ол кезде білесіздер білмеймін, бізде мына тримо болатын. Осындай айна және ашасың. Сол кезде анау үшеу болады. Анау бізде обычно біз жауып қоямыз айнаны. Қандай да бір жағдай болмасын менің өмірімде, менің отношениям байланысты әділетсіздік болған кезде, мен қонақ бөлмедегі тұрған айнаға жүгіріп баратымда, ашатымында. Сенің өміріңде бұл нәрсе қайталанбайды. Сенің өміріңде бұл нәрсенің болуына мен жол бермеймін. Әр кезде мен не істедім? Өзімді шабыттандырып отырдым. Мен мотивацияны, қолдауды сырттан күтпедім. Өз-өзіңізде? Өз-өзімен. Енді мен сұрақ қойды бір кісі. Ал оған сізді кім үйретті деген. Ол инстинкт деп айтсам болады. Ол маған заложены болған Құдайдың бір мүмкіншілігі шығар. Мен соны көре алдым. Қазіргі мәселен осы күнгі балалар көбінде тұйықтау келеді, өзінің ішінде болады, өз-өзін жегідей жейді, мінезі өсе келе өзгере бастайды. Ал ол кезде сіз сондай бір жолды таңдадыңыз. Мысалға, енді мен айтайын, мен өте бір әдемі қыздардың қатарынан болмадым. Содан кейін барып мен сондай бір неге түстім бағанағы. Түр әлпетіме байланысты, не айтады? Буллинг дейді айтады, қазіргі таңда. Сондайға түстім. Бірақ ішкі состоянием, мен ішкі жан дүнием білді, то что мен бұл адамдардың қатарынан емес екенімді. То что мен өзімнің қазіргі таңда айтсам Б точкаме әрекет жасаған адамдардың қатарынамын да. Маған буллинг жасаған болса, мен бағанағында айнамды жүгіріп келіп, сен әдемісің, сен маладессің, мен саған сенемін деп әрқашан өзімді шабыттаумен болдым. Яғни осы подкастты көріп отырған көрермен, тыңдап отырған тыңдарман болса да, оларға үлгі аларлықтай дүние екен. Балаларына сол дүниені үйретсе, шынымен де қазір өз-өзімен қалып кетпейтін кезең болады. Енді шынында айтып жатырмыз ғой, өмір жолыңыз өте бір қиын сынақтарға тап болған екен, 7-ші сыныбыңыздан бастап қой деймін, бүкіл отбасының жаңағы азық-түлігі, өзіңіздің мойныңызда болған екен. Жалпы балалық шағыңыз сол кезде қалып қойып, ары қарай ересек өмір басталып кетпеді ме? Ересек өмір ерте басталды десем болады. Мен айттым ғой, анамның денсаулығына байланысты көп қиыншылықты көргеннен кейін барып, мен балалық шақтан бас тартқан адамның қатарынамын. Себебі мен анамның бір жағынан қол, бір жағынан жең шығарғым келіп отырды. Әрқашан мен анамның бірақ қана менде мотивация болатын. Менің кесірімнен, менің бір дұрыс емес бастаған жолымнан анама сөз келмес екен. Вот осы ол сол состояниемен өмір сүре бастадым. Анам, мысалға, даже элементарно айтайын, үйге қонақтар келіп отырады, тамақ беріп отырады анам. Содан шай ішіп отырамыз. Енді между собой әйелдердің әңгімесі. Қазір мен тамақ жасайын десем, үйде томат жоқ еді деген сөз болатын болса, мен соны естіп отырсам, мен жоқпын ол жерде. Мен қолыма
бағана кесемді алатынмын да, маңыз емес, кімге барсам да оны әкеп орныма қойып қоятын осы жерге. Міне, бар ол дүние сізде. Бірақ бағана айттым ғой, айына 1 айлық тамақты жеткізу, ертең ешкімнен сұрамайтындай болмасын деген кезде обязательно сол кесемен алып кейін өлшеп апарып беретінмін. Былайша айтқан кезде анамның, может быть, несін, анам өзінің бір ана ретінде, бір бала ретінде бала боламады ғой, енді менің ерте араласты анасының қайтыс болуына. Сол кісінің бір несін толтырғым келген шығар. Ол кісі көп уайымдамаса екен деген бір ой түйдім. Соған әрекет жасаған. Шынымен де ерте жастан сол балалығыңыз сол кезеңдерде ересек өмірге қадам басты дей аламыз. Мен 7 жастан бастап білем. 7 жастан бастап мен әр кезде білем, менің анам өзі бағана айтқаннан кейін барып қиыншылықты ата-ананың несін көрмегеннен кейін бағанағы тазалыққа байланысты енді ерте араласып кетті ғой. Мысалы, даже бізде Жаркент жақтымыз, біз лағман, манты деген жақсы көреміз, иә. Сол кезде анам да такой степень маған үйреткен, қалай соны жіңішке деп әдемілеп созу. Әр қыз айтып отыратын маған, сана, сен ешкімнен қалма дейді. Ертең сен баратын жеріңе барсаң да сен сөз естіме. Вот қазір айтам, сол сөздер мен үшін бір үйреткен екен ғой, дайындаған екен ғой бізді. Сол күнге бізді ертең мен на самом деле қиналған жоқпын. Мен Шымкенттің келіні болдым. Мен айтам, 100 Шымкенттің қызына төтеп бере аларлық менің қабілетім бар. Оған тағы да бір келеміз. Анаңыз жайлы айтып жатсыз ғой, осы сізге оқы, егер сен оқымайтын болсаң, онда еден жуасың деген секілді әңгімелер айтылған екен. Бірақ енді тағдырдың кереметі деп айтамыз ба, жоқ әлде онда осындай бір сынағы деп айтамыз ба? Сіз еденді жудыңыз. Жудым, 5 жыл жудым. Сөйтіп жүрген кезеңде сол анаңыздың сөзін есіңізге алып бір ренжімедіңіз ба? Жоқ. Потому что мен айттым ғой, мен ешқашанда жауапкершілікті өмірімде болып жатқан сәтсіздікке ешкім кінәлі емес. Анам маған осы өмірдің есігін ашты, мүмкіншілікті маған берді. Таңдау, мен талғам, ол менің өзімде болды. Сол моментте менің қолымда диплом болған жоқ. Ол моментте қазіргідей онлайн форматтың дамыған заман болған жоқ. Мен білдім, мен осы сәтте ғана істеп жатырмын. Қазір маған не керек? Ақша табу, күн көріс керек. Не үшін? Алып Алматыға аттану үшін. Значит, мен сол сәтте өзім қабылдадым. Оған ешқашанда ешкімді кінәлаған емеспін. 19 жасыңызда сол сіз армандаған Алматыға алғаш келдіңіз. Бірақ сізді құшақ жайып қарсы алған ешкім болмады. Керісінше бауырыңыздан теуіп, жатсынып, жандарына жылатпақсы келген туыстарды, таныстарды көрген екенсіз. Көрдім. Жаныңыз ауырған шығар. Сол сәтте ауырды. Қазір егерде сол сәтте маған егерде бұл Құдайдың берген саған мүмкіншілігі, сен сол жерден өзің шығуың керек, ешкімнің көмегінсіз деген маған кішкентай ғана бір дауыс егерде құлағымнан сыбырласа, мүмкін мен қатты қиналмайтын едім. Бірақ сол сәтте қашан маған анам еще сондай айттым ғой, телефоннан анандай будкалардан звондаймыз ғой ауылға. Сөйтіп телефон әлі есімде, сенің саған орын жоқ деп айтқан сәтте мен таңғы 3-тен бастап, 1-ші Алматыдан бастап, Никольский базардағы не бар, алаң бар, соған келіп, уже мен 3-те шыққам, таңғы 6-да келем. Сол сәтте, ол кезде Алла деп айтпаймыз біз, Құдай дейміз да, сонда бүкіл жан даусыммен, Құдай, мен саған не істедім? Неге мен? Неге мен далада қалып жатырмын? Артқа қайтуыма болатын еді, менің ата-анам мені қарсы алатын еді. Бірақ артқа қайту ол менің мінезімде жоқ. Себебі бастаған істің
жалғасы болу керек және оның нәтижесі болу керек әлбетте. Жалғыздық қой былай қарасаңыз. Өте. Бір Алламен араңыздағы қарым-қатынас байланыс сол кезеңде орнап келе жатыр. Бірақ осы жалғыздықты жеңдіңіз бе, жоқ әлде тағы да басқа қадамдар болды ма? Тек қана әр кезде шыншыл болуға тырыстым өзіммен және мені жаратқан Құдайыммен. Ол кезде мен білмедім оның әділдігі соншалықты шексіз екендігін. Мен жалғыз қалған сәтте бағанағы ішімдегі нәрсені шығару керек болды ғой. Мен жаман жолға жүрген жоқпын. Мен оңай жол таңдаған жоқпын. Оңай жолдарды ұсынған адамдар да болды. Бірақ мен білдім, менің артымда менің ата-анам бар. Мен кезінде сөз беріп қойғам. Мен ақ көйлекпен аттайым әр қадамды. Бұл ең бірінші өзімнің алдымдағы келісімім болды да. Сол кезде сонда барымды бүйтіп шығарғаннан кейін барып, ол кезде бағанағы бізде жұмыс бағыты обычно газеттерден іздейміз. Вакансия деп тұратын еді, жаңа жұмыс орындары деп хабарласып. Сөйтіп сол қолымызға бағана телефон да жоқ қой. Арып бағана Қазақтелеком звондаймыз. Болмаса адресін алматын өзің білмейсің. Сонда тура сол Никольский базардың жанында жаңадан бір ресторан ашылған екен. Мен сол жаққа кіріп, өзімнің туысқанымнан көрмеген жат адам Ираида Викторовна деген орыс келіншек, 70-тен асқан. Сол кісі мені жұмысқа алды. Ол кісі менің тағы да уборщицаға алады. Бірақ ол кезде уже бағана бұрын кезде пирожки сатқан 150 мың теңге емес, 500 мың теңге. Ол 500 мың теңге мен үшін ол өте үлкен ақша болды. До такой степени сенесіз бе? Лестницамен көтеріледі ғой адамдар, бүйтіп ұстап кетеді ғой. Бір лестницадан адам ұстап көтеріліп кететін болса, мен жүгіріп барып соны жуаттым. Мен не істедім? Өзімнің жұмысымды адал атқаруға тырыстым. Сөйтіп бір ай көлемінде істеген уақытта ол кісі мені шақырып алады да и айтады маған: сен өте жассың, саған мына жұмыс ауыр дейді. Сөйтеді да мені базарға алып барып отеdo киіндіреді. Сен салонға апарып шашымды бояйды. И сол күні мен үйіне қонаққа шақырады. Ол кезде ол кісінің үйі мына Жетісуда. И мен барам, таңертеңгісін тұрам, джакузи. Енді мен баламын ғой анау. Джакузи, завтрак дайындап қойған маған. И мен бүйтіп қараймын да, колбаса тұр. Мен ана кісіге айтам: мынау колбаса шошқа болса мен жемеймін, мен мұсылманмын. Айтады да, әрине бұл халал деп. Маған помню, бір надпись жазып беріп, өзінің кружкасын беріп, сол сәтте менің немді, дәрежемді көтерді. Жақыныңнан көрмеген жақсылықты жат істеген кезде. Жат адамнан көрді. Ол кезде қуанышта басқалай болатын шығар енді. Қазіргі мен ол нәрсені былай түсінем. Ол маған бір Құдайдың берген мейірімі адамдар арқылы деп түсінем да енді. Ал сол сәтте мен ол кісіге өте қуандым. И ол кісі мені бағанағы официант дәрежесіне көтеріп, былайша айтқан кезде сол жерде мен тұрдым, сол ресторанда жұмыс істеп тұрған уақытта сол жерде мен жұмыс атқардым. Түсінікті. Жаңа элиталы қазіргі Достық көшесі ғой, сол көшенің бойындағы. Ол туралы да бір өмір жолыңызды бажайлап шықтық. Мынандай бір сұрақ туады да, жаңағы қымбат ресторан, қымбат сервис, бай адамдар, соларды көрген кезде неге олар, неге мен емес деген бір қызғаныш болды ма, жоқ әлде мен де осылар секілді өмір сүремін деген бір мақсат қойдыңыз ба алдыңызға? Яғни өміріңіздегі бір сюжетті қалай қабылдадыңыз? Сол сәтте сондай бір ақшалары өте көп болса да, олардың статусы менден өте жоғары болса да, бірақ маған мейіріммен қараған. Мейлі олар мынандай бір кесе шай алса да, бірақ олардың маған деген құрметін көрген уақытта мен айттым, мен осы адамдардың қатарынамын деді. Менің таңдауым мен талғамым осы кісілер. О жаққа да бірден жұмысқа алмайтын. О жақта біз 5 меню сдавать ететінбіз. 5 түрлі меню. Сонда мен бір айлық менюді мен бір аптада жаттап алдым да. Маған айтады да администратор: сіз тапсырыңыз, дайынсыз. Мен айтамын: жоқ, менің әлі 3 апта уақытым бар. Мен дайын емеспін деп.
айсофт деген программа бар, жаңадан кіріп жатқан. Ол кезде бағанағы былай алмайсыз нені, немен аласыз да, бағдарлама смарт форматында да. Сөйтіп ол кісі деді маған, жоқ сен дайынсың, давай иди, говорит. Бірінші келген ол кезде 2000 қай жылы, 2000 жылдың сол бас шақтары ғой. Сол уақытта мен ең алғашқы 56.000 теңгеге Закира Надзара деген ең қымбат менюдің ішіндегі ең қымбат тамақты сатқан болатым. Сол кезде маған поварым келіп, сен мынаны ошибочно забивать етіп тұрсың программаға. Оны шеф-повар өзі шығарады. Енді қараңыз, ол кезде доллардың курсының өзі 12.000 теңге болатын болса, ол 56.000 теңгеге анау адам алып тұрды. 3 адамға келіп тұр. Ол кісілер келді, и мен автоматом әр қашан кәсіби деңгейлігін көрсететін адам қатарынан болғандықтан мен ең қымбат тағамды ұсындым. Бізге не ұсынасыз? Жаңадан бізде японский кухня, сушидің жалпы ассортименті осындай, дәл осындай круглый форматта, стеклянныйда подавать етеді. 56.000 теңге соны ұсынам. $500 ғой былай. Иә, сол уақытта соны ұсынам, одан кейін барып әр қайсына бағана 5000 теңгелік сорпамды ұсынам, одан кейін барып немді ұсынам. И олар маған $100 тастап кетеді ғой чили. Сондағы бағана баламын ғой, мен $100 алып парковкаға қарай жүгірем, ана кісілердің арттарынан. Мақсатым ақшаны қайтару. Енді ошибочно тастап кетті ма деген ойда. И ол кісілер үш адам бүйтіп қарайды, Аида, что случилось? Вам не холодно? Бәрі дұрыс па дейді. Мен айтам, сіз қалдырып кетіпсіз. Содан барып, жоқ, біз аз ғана $100, сіз аз ғана тастап қойдық, сіз ренжімеңізші дейді да ма. Наоборот, менен кешірім сұрап жатыр да. Сөйтіп алғашқы сол немді бағанағы Аллах тағаланың мәртебемді көтеріп қойған үшін сансыз мадақ айтам. Себебі ауылдан келген қыз Алматыда өзінің акцентімен уже де мен буллингқа тап болған кезім бар. Ираида Викторовна деген басқа бір администраторымыз, бірінші этаждың администраторы. Мен бір күні келе жатырмын жұмысқа, мен өзі арық болдым да, бүйтіп асықпай келе жатырмын. И ол тұрда входта. Соң мен бір нәрсе айтып, мен бір орысша жауап бердім. И мен 3-ші этажға көтеріліп бара жатқан кезде, у тебя большой акцент деді маған. Сол кезде я помню, мен возвращалась 3-ші этаждан, тура алдыға қарай барып, сол кісінің алдына қарап бүйтіп қарадым да. Я казашка. И норма у меня акценты на данный момент существует. Давайте вы на казахском языке с акцентами со мной разговаривайте. Деген, білмеймін, бір намысым оянып кетті менің ше. Спасибо, скажите. У меня акцент, ну хорошо, я же разговариваю. У нас же с вами диалог есть, дедім. Сол күннен бастап ол мені бір қатты уважать етіп кеткен. Ең айтады, мен қазақтардың ішінен сенің вот осындай күйіңде маған келіп айтқан, оған ешкім етіп айта алмайтын болған. Я помню, сондай бір әкемнен берілген қасиет, ол қалай сен барсың, солай сол күйінде өзіңді қабылда, және біреудің бағанағы сіз жайындағы айтатын ойына тәуелді болма. Ол сол адамның ойы, ол менің ойым емес. 22 жасыңызда тұрмыс құрдыңыз, иә? Бір сұхбатыңызда айтқан екенсіз, отбасын құру мен үшін ең соңғы орында деп. Тұрмысқа дейін. Енді қазіргі Аида, 22 жастағы Аиданың бұл сөзіне не дер еді? Ол кездегі қазіргі Аиданың жалпы мышлениясы да өзгерген на данный момент. Ол кезде мен бағанағы алдын алу мақсатында айтқан себебім, ертең тұрмыс құрғаннан кейін барып, әттең деген дүние менің өмірімде орын алмаса екен. Ол кезде мен айттым ғой, енді жоқшылықты көп көргеннен кейін барып, соның орнын толтыру мақсатында оның барлығын мен бірінші жасап алайын. Бағанағы Алматыдан пәтерімді алайын, көлігімді алайын, бір темпқа келейін. Содан кейін барып, бағана өмірлік жарым кездесіп жатса, қосылармын деген. Бірақ енді 20 сол жолдасымды кездескеннен кейін барып, тағы бір чудан айта кетейін, бағана айттым ғой, мен
өзім айнаның алдында айтатын Иә, болған иә, кезде мен 9-шы сыныпта өзімнің күйеуімнің кім болатындығын дәлелдеп санама құйып қойған адаммын. Сол кезде бағана аша саламын да айнаны. Аида, саған қандай күйеу керек? Так, саған сабырлы күйеу керек, потому что менің мінезім бар. Екінші, ол не істеу керек? Ол арақ ішпеу керек, мені сыйлау керек, ата-анам сыйлау керек. Сонда үшінші моментте бағана бір но бар да, темекі киген уақытта шылым шеуге. Блин, мынаның бәрі идеальный болып кетті ғой, что-то Құдай ондайдың бәрін бере бермейтін шығар. Жарайды, арасында темекі шегіп тұрсын деген айттым. И менің жолдасым соны әрең қойды ғой. Осы кейінгі 5 жылда именно шылым шегуді оған қиыншылық тудыртты. Қоя алмай, бірақ қазіргі таңда қойды. Сондағы менің сол кездегі өзімнің болашақ жарыма деген бағана ой өрісім, қалауым бәрі келді. Сабырлы, көркем мінезді, көптеген мұсылмандардың бойындағы жоқ қасиет, оны сатып та аламаймыз. Себебі Аллах тағала Құранда айтады, мен сабырлы құлдармен біргемін дейді. Мен намаз оқысам да менің бойымда ол сабырлық жоқ. Сондықтан сол бір қасиеті мені тәнті еткен болатын. Сол нәрсені көре алдым. Содан кейін барып, тағы да өзімен диалог құрып, осы ер азамат көп адамның ішінен менің бағанағы бүкіл критерияларыма келіп тұр. Давай, бас дедім. Ал жаңағы 22 жасар Айдаға не айттыңыз? Ол кісіге сол сәтте жасаған таңдауың дұрыс. Сол сәтпен. Ол мен қазіргі екі түрлі адам ғой. Енді әңгімеміз әдемі өріп келе жатыр, бір деммен, бір қалыппен деп ойлаймын. Тағы да бір блиц сауалдарға кезек берсек, нақты жоспар ба әлде интуиция ма? Менде интуиция. Қай жерде? Интуиция менде. Интуиция сізде. Менде инстинкт. Кітап оқу әлде подкаст тыңдау? Тыңдау. Көпшіліктің ортасы әлде оқшау қалу, жаңағы интроверт пен экстраверттің емес ғой? Оқшаулау. Интровертсіз. Тәтті ме әлде ащы ма? Мен тап білетін сияқтымын. Ащы. Ащы. Түсінікті. Табыс па әлде танымалдылық па? Табыс. Табыс. Енді табыс тауып танымалдылыққа ұлтылып келе жатырмыз ғой. Табыс тапқаннан кейін барып, танымалдылыққа да өте көп қаржы керек болады. Сен танымал боп, бірақ сенің қалтаңда табысың болмаса, ол да бір құр әңгіме деп ойлаймын. Табыс тауып барып, менде сондай поэтапный келе жатыр барлығы. Өзі орынмен, жігі-жігімен келе жатқан жағдай. 2009 жыл ол балаңыздан қапыда айырылуыңыз. Дәл осы кезеңді сіздің өміріңіздегі ең үлкен бір орын толмас қара нүкте деп айтамыз ба? Қазір жоқ. Қазір жоқ. Мүмкіндік деп айтамын. Сол арқылы мен Раббымды таныдым. Егер де ол күн болмағанда, мен өзіме ең жақын адамымды, ұлымнан айырылмағанда, может, әзіргі менің басымда орамалым, аузымда кәлимам, жүрегімде иманым болмас беді. Қазіргі таңда осы болған жағдай үшін әр намазда Құдайыма сансыз шүкір айтам. Себебі мен өмірдегі ең қымбат, өмірдегі мен үшін мейлі мен өзімді таңдамасам да, может, Құдайым таңдайтын бедім. Потому что бүкіл осы күнге дейін менің бағанағы ауылдан шыққан Аидан ешкімге мұқтаж қылмай, қолдап, ешкімге тигізбей осы состояниеға алып келуі, ол менің Құдайымның маған деген мейірімі. Сол мейірімді сол кезде, сол ұлымнан айырылған уақытта, мен айттым ғой, мен супер современный болып кірсем роддомға,
4 сүре жаттап шығыпсыз, иә, мен бірден сол сәтте намаз бастау ниетімен уже сүрені жаттап, мен мынандай адаммын да, мен ертең деген нәрсені жақсы көрмеймін. Маған егерде нақты осы жерде мүмкіншілік болса, мен толықтай осы сәтпен өмір сүрем, барынша қолданам. Қолымнан келгенше. Сондықтан мен сол кезде ең бірінші оға дейін менің сіңілім маған кеп осы Аллах Тағала жайында дағуат айта бастаған кезде мен былай айтқам, мен қалай намаз оқимын, мен қалай жұмыс жасаймын, мен ертең мен алтын айым сабаққа бару керек, мен оған бағанағы бүкіл жағдайын жасау үшін мен 5 уақыт намаз оқысам, оның жағдайын кім жасайды деп мен не істедім, бүкіл нені өзімнің мойныма алып қойдым да. Сол бірақ сөзбен жалпы сыналған адамның қатарынамын, сондықтан ешқашан деп айтпаңыз. Ол сөзді қолданбаңыз. Дәл осы айтқан сөзіңіз үшін сізде сол сынақ басталды деп 2 аптаның ішінде. 2 аптаның ішінде менде преждевременный роды басталды. Енді Құдайдың құдіреті соншалықты, мен бағанағы среда күні босансам, жұма күні ұлым 1:45-те дүниеден өтті ғой. Бірақ 2 жылдан кейін тура сол ұлым қайтыс болған күні 14-ші бағанағы август, тамыз менің 3-ші қызым дүниеге келді. Балам получается 12-сі күні дүниеге келді. Тамызда 14-ті күні қайтыс болса, 2 жылдан кейін, я помню, сағатқа қарап атқан кезде 1:45-те мен 3-ші қызымды дүниеге алып келдім. Сол кезде мен айттым, 2 жылдағы бағанағы қиыншылық өтіп кеткен дүниенің Аллах Тағала бәрібір маған 2 жылдан кейін жақсылықтың тағы бір ана болуымды дәмін сый ретінде маған сол уақыт сол сәтте бергенінің нығметіне тағы да сансыз шүкір айттым. Қадірді көрермен, енді аталған подкаст сіздерге де ұнап жатыр деп ойлаймын. Өйткені қарсы алдымда жай ғана бір азаматша немесе бір жай ғана кәсіпкер отырған жоқ. Өмірдің талай ауыртпашылығын басып, тіпті дегенді қайталап айтқым келеді. Өйткені өмір мен өлімді қатар көрген жан отыр 16 сағат бойы клиникалық өмірді бастан өткеріпсіз. Сіз қайта 16 сағаттан кейін көзіңізді ашқан кезде бұл дүниенің қандай бір құндылығы, тырнақшаның ішінде айтайықшы, біз солар мәнін жоғалтты? Уайым, қайғы, ақталу, ақша жоқ деген. Біз соларға құндылықты көп дүниеви құндылық ретінде қараймыз ғой. Әрине. Солардың бәрі мәнін жоғалтты сіз үшін. Мәні жоғалды. Себебі қараңыз, 16 сағаттық клиникалық болған жағдайда мен былай айтқан кезде басынан өткен оқиғада оказывается, ол жерде біздің тіліміз сөйлемейді екен. Біздің мына тұрған көкірегіміздегі жүрек сөйлеп кететін жағдай екен. Мен соны түсіндім. Себебі мен әлі есімнен кетпейді, менің рухымда осындай бір күш. Енді оны қазір періште деп айтам ба, мен оны көрмегеннен айта алмаймын. Оның бағанағы жылдамдығын айту мүмкін, жеткізу мүмкін емес. Мен осындай алып алғам, бірақ мен ол жерде полный образда жоқпын. Бірақ сондай бір жеңілімін да, анау мен алған осындай бір құты дейін ба, қалай айтсам болады, сол сәтте бүкіл есіктерге алып кірді ғой. Ешқандай есік мен үшін ашылған жоқ. Сол кезде мені бір коридордың соңы деймін, соған алды да өстіп лақтыра салады. И мен айтам, енді өзімнің сознаниямда төмен қарай түсуім керек деген бір интуиция келеді да. Сонда мен 1 лестница түсем, 2 лестница, 3 лестница түсіп баратқан кезде мен түсінем, оның ұстайтын жері жоқ. Төмен қарай. Сол кезде мен дәл осы форматта тұрам да, міне осылай бүйтіп, осылай көкке қарай, 2 көзімді жоғары қарай берем да, ей Құдайым деп айтам. Вот менің ішкі состояниямның оянған сіз. Ей Құдайым, сен разы болсаң, ал.
мен сол кезде өлім мен өмірдің алдында тұрғанымды түсінем. Егер де сен маған разы болмасаң, иә, онда маған мүмкіншілік бер деймін. Сол сәтте бағанағы көз алдымда енді бүкіл Алматының мықты мен деген врачтар алдымда тұр ғой. Мені ояндырған сол заведующий бағанағы Гаухар ханым, өтшісін ұмытып тұрмын. Ол кісі маған айтты, оянғаннан кейін барып, менің көзімнен бір жас осылай тамды. Не смей деді, сен жылауға хақың жоқ. Сен қазір жыласаң, сен шүкірсіз адамсың деді. 99.9 ДВС синдромымен 1% адам өмірде қалады екен. Сонда 2,5 литр қан бір сәтте кеткен уақытта оның орнын толтыру ол мүмкін емес екен. Бірақ сізге сондай мүмкіндік берілді. Мына өмірді қайта көруге, қайта тудыңыз деп жаңа Аида бағанағы уже ол кезде пайдалы болсам екен, өзімді таңдаған, Құдайын бәрінен жоғары қоятын Аида оянды. Яғни бұрынғы Аида мен қазіргінің арасында осындай айырмашылық бар. Мынау енді жоқшылық туған кездегі, бала кездегі, одан кейінгі жаңағы бауырмалдықты сезінбеу туған туыстан, осылай баламен сыналу адамның ең қастерлі жаны адам баласы үшін. Сондай қиыншылықтардың бәрін басып өтіп келген кезде мына кәсіп жолында да алдыңыздан қиыншылықтар кес-кестей берген екен. 10 миллион қарызға тап болған сәтіңіз, ол да бір депрессияға түсіретіндей дүние ғой. Былай дүниені адам жүрекке салмағанмен бәрі ол қажеттілік. Дұрыс. Осы 10 миллиондық қателікке тоқталсақ. Неге? Өйткені сіз секілді сол қателіктің табалдырығын аттап, соған кірейін деп тұрған кісілерге үлгі болсын, өсиет болсын, оларды сол қателіктен бері қарай тартып алсақ деген негізгі миссиямыз бұл сұрақтың. Енді мен кәсіпте жүрген кезде жалпы оның 90% білім алуға алынған ақша деп айтайын. Мен алып күштің іші өзімнің ішімде бар екен білмегеннен кейін жаңадан нарықта пайда болған коуч, тренер, мотиваторлардың услугасын қос-қостан ала бердім. Бір айда мен 3 курс алуым мүмкін. Даже мен бағанағы сол сәтте өзім минуста жүрсем де 70 миллион теңгеге Қазақстандағы мықты наставниктің сабағын алдым. 70 миллион теңгеге. Қол қойдық 70 миллион теңгеге, бірақ мен первоначальный 3 миллион теңгені оған тауып бердім. Оны қайдан таптым? Оны қарызға алдым. Өзімнің мен танитын адамның қарызға алдым да. Сол сәтте ол кісі өзінің жалпы жұмысын бастаған жоқ. Ақшаны алғаннан кейін барып, міне менде ояну сәті болды сол кезде. Мен былайша айтқан кезде чуданы күткен шығарым. Ертерек үлкен миллиардтарды қолыма ұстағым келген шығар. Сөйтіп ол адамды, бағанағы наставник, мотиваторды Құдайдан да жоғары қойған шығарым. Енді қазіргі менің пайымдауым бойынша. Сөйттім да, бірақ қазір енді сол алған білімдерім дұрыс қолданудың арқасында нәтижесін беріп жатыр. Бірақ айтқым келетіні, ондай үлкен сумаға иммунитетіңіз болса, кіріңіз. Ал егерде ертең оны алып жауапкершілікті ала алмай, тағы бір адам кінәлі болып өміріңіздің ойрандағанын қаламасаңыз, ондай үлкен сумаға кірмеңіз. Тәуекелдің өзіне ақылмен ойланып, жете түлшіп тестейді ғой біздің қазақ. Шама шарқыңызға қараңыз. Сізде бәрібір де запасной бір вариант болу керек. Қарыздан ба? Ал енді
сол бағанағы қарыздан құтылудың уникальный формуласын сіздерге айтқым келіп отыр. Оның формуласы садақа күнде беру. Мен бірақ нәрсе мені содан алып шықты. Мен көзімді ашам, Каспий Голдыма қарайым, 100 теңге болсын, 1000 теңге болсын, 1000 теңгесін берем. Ең соңында мынандай бір үлкен сынақ болды. Қалтамда 1000 теңге тұр екен да. И бағанағы ТикТокта не көріп қалам, сондай бір жүрек ауыртатын видео көремін да, яғни көп бергім келіп тұр. Бірақ сумманы қарасам 1000 теңге да, и менде выборда сол күні 1000 теңгені соған беру, либо 100 теңгесін беріп, қалған 1400 теңгесін қайтару. Мен өзіме вызов тастаймын да, сен мықтысың ба, давай дәлелде 1000 сал. Сен сонда кешке дейін маған таңертеңсін на самом деле нанға деп отырған ақшам ғой енді. Сөйтіп мен 1000 теңгені салып жіберем. Сол күні кешке маған бермей жүрген бір адам келіп 150 000 теңгені қарызында келіп береді ғой. Енді бұл чудо. Мәрттік керек. Мысалға бағанағы Аллах Тағала сізді сынап тұр ғой мені. Ана 1000 теңгені именно сол бергім келіп тұр да, бірақ сол сумма менің қалтамда тұр. Оны бермей қоятын болсам, мүмкін бағанағы келатқан мүмкіншілік болмау мүмкін еді. Сондықтан айтатыным, сіздер бай болғыларыңыз келсе, бақытты болғыларыңыз келсе, өміріңізде сынақтарыңыз аз болсын десеңіз, бірінші садақаны беріңіз. Ол мүмкіншілік көзді ашқаннан кейін біз 12 мүшеміздің барлығы үшін садақа беру керекпіз. Негізі. Сондықтан соны бір әдет ғұрыпқа егер айландыратын болсаңыз, сіздің өміріңіздегі болатын барлық жақсылық ол шексіздікке алып барады. Әрине, түртіп алатындай жайт, қадірлі көрермен. Енді біз сана трансформациясы атты арнайы рубрикамыз бар. Бұл жерде осыдан бір 10 жыл, 15 жыл бұрынғы Аиданың көзқарасы, ойы, пайымы мен бүгінгі Аиданың көзқарасы безбенге түседі. Сараптаймыз. Мен қазір бір сөз айтам, соған көзқарасыңызды айтасыз. Бұрынғы Аиданың және қазіргі Аиданың. Сәтсіздік. Мүмкіндік. Қазір ма? Қазір мүмкіндік. Ал бұрын? Ол кезде мүмкіншілік болған. Ол кезде? Иә. Ақша ше? Ақша ол кезде таб күнкөріс. Қазір мүмкіндік. Қазірде мүмкіндік. Қиындық. Ол кезде ма? Я, неге мен деген болды ғой. Көп жағдайда болды. Неге басқа да емес, неге мен деген. Ал қазір қиындыққа қарсы жүретін адам болғандықтан, ол менің өмірімдегі тағы бір берілетін мүмкіншілік ретінде қараймын. Қиындықтың артында бір мен үшін мықты дүние жатыр да, мен оны сәл ғана аттап өту керекпін да, қайтып кетпеу керекпін. Көп адамның несі 99-да 9 айтайын, көп адамның қыз-келіншектер маған келетін, ол нәрсені ар жағындағы бағанағы точкадағы нәтижені көре алмайды да, қиындықты миына құйып алады. Сен қиындықты тұра тұрып, бағана Құдайыңмен кері байланыс ал да, айтады ғой, түннен кейін ататын таң бар дейді да. Сол күнге иман келтірейік. Ол түн қиындық болатын болса, оның ар жағында мүмкіншілік тағы да бар. Айдың 15-і қараңғы, 15-і жарық дегенде қазақтың сөздері бар. Қоғамның пікірі бұрын қалай қабылдадыңыз қазір? Иә, мен жайында жақсы айтса екен. Қазір ол маңызды емес. Маңызды ол мен. Менің және Құдайымның алдындағы менің мәртебем. Байлыққа деген көзқарасыңыз өзгерді ме? Иә, байлық ол мүмкіншілік, ол пайдалы болу. Қазіргі таңда. Ол кезде ол байлық деген ол арман болған шығар. Өлім. Құдаймен кездесетін күн. Мен үшін, мен сол күнге дайындалу үстіндемін. Ол күн болған күні менің екінші мәңгілік мекенге жарық болып барғым келеді. Мені жаратқан Құдайымның жалпы көргім келеді. Сол Құдайдың сүйікті құлдарының ішінде болғым келеді. Ал бұрын қалай қабылдадыңыз? Қорқыныш. Ана болушы. Ана болу Құдайдың мейірімі. Қазір. Бұрын
ана болу енді бір не дейтін шығармыз, ана бір жасалыну керек іс не деп айтады, сен бір қалыпты жағдай. Жар болу керемет ол. Бұрын жар болуды көп ойламаппын мен жаңа ысырып келдіңіз ғой енді ең соңғы орынға деп. Ондай бір көзімде елестету болмаған да. Қажеттілік болмады, ол екінші планда болды да. Ол ал қазір жар болу ол әлсіздігіңді қабылдай алатын адам, сенің бойыңдағы бүкіл минустарыңмен бірге сені қабылдай алатын адам, сен қалай барсың солай. Енді қазіргі таңда айтып жатырмын ғой, менің құдайым болса, одан кейінгі менің жаныма ол жақын жарым, ол менің жолдасым Қуатбек. Себебі осы күнге дейін ортамызда сен деген бір нәрсе болған жоқ. 20 жыл болады бізге, міне 2026 жылы. Ол кезде де мен договор жасап алғанмын ғой. Біздің отбасына. Неке шарты? Иә. Енді неке шарты болған кезде ауыз екі жоқ, әлде қағаз күйінде? Жоқ, ауыз екі. Ол кезде анандай ғой, просто мен тағы да анамды ойлап отырмын ғой. Мен айтам, Басеке деймін да, Басеке, мен ертең менің қандай да бір, білесің, мен былай айтқам ғой, менің кішкене мінезім бар. Мен требовательныймын, қаталдаумын, суықтау болатын кезім болады. Қандай да бір қателікке жол беретін болсам, менің ата-анамды кінәламауға. Ортасындағы бір қиындық болатын болса, менің туысқаным оған кінәлі емес, тек қана мен кінәлімін. И мен ол кісіге айттым, мен ешқашанда сенің ата-анаңды кінәламаймын, сенің өміріңде болып жатқан сәтсіздіктер үшін. Деп мен айтам да, мен сондай адаммын. Егер де бір адам менің бір жекеме қатты өтіп кетсе, мен ол адамды қабылдай алмай қалам. И сондай жағдай, сен менің жекеме өтіп кетпе. Менің бір минусым арқылы менің ата-анама сөз келетін болса, мен оны көтере алмаймын. Потому что ол да жақын адамым, сен де менің жақынымсың да. Сол бағанағы ауыз екі немізді ол кісі сақтады. Өмірімнің, шешем менің ең соңғы 8 жылында менің отбасымда өмір сүрді. Сол кезде менің анам өмірінің соңына дейін мен күйеу балама разымын. Қазіргі таңда мен бүкіл күйеуімнің бойындағы минустарын көрмей, тек қана, например, бағана сабырлығы оны алып кетеді, және анама деген жасаған ыстық ілтипаты мен сыйластығы бүкіл минусын алып кетті да. Мен ол кісінің бойынан минус көрмеймін қазіргі таңда. Потому что менің рахметім, менің шешеме деген ол кісінің, сіз ойлаңыз, 8 жыл сен үшін бөтен адаммен бұл өмірде сүру. Себебі мен айттым, мен кәсіпте болғаннан кейін анам менің бала шағамды өсірді, бақты, сондай жағдай болды. И біз даже 15 квадрат метрде 5 жыл бірге тұрдық анаммен. Сонда ол кісі де қабағын бір маған кеп, сенің анаң мынандай үйтпепті деген айтқан жоқ. Мен соны қазіргі таңда бағалап, сол үшін әлі рахметімді айтып, күн сайын Құдайыма сансыз шүкір айтам, сондай ер азаматты менің жанымда жар етіп жаратқан үшін. Ал еңбекке деген көзқарасыңыз өзгерді ме? Еңбекке деген көзқарасым қазір өзгерді. Бұрын кезде 3-4 жұмыс жасаған кезім болды ғой. Бағанағы даже әйтеуір ақша табу. Ал қазір бағанағы айтатыным, сен өзіңнің ісіңді тап, өзіңмен диалог құр, және сен қашан өзіңмен диалог құрып қалаған істің маманы болған уақытта сенде скачок болады да. Сондықтан ешқашанда бағанағы әйтеуір күн көріспен жүрме. Өте көп адамдар бар, которые, мысалы, мен 1 ай жұмыс істемей қалатын болсам, мен отбасымды асырай алмай қаламын дейді. Бірақ нәрсеге иман келтіру керекпіз. Сені жаратқан Раббың сені ризықсыз қалдырмайтындығында. Сондықтан өзіңізді жемей, өзіңіздің қалауыңызды дұрыс, өзіңіздің таңдауыңыз бен талғамыңызды жоғары қойыңыз. Сіз сол кезде соған жұмыс жасайсыз. Таңдауда біз қателесеміз ғой. Таңдауды дұрыс жасамағаннан кейін барып, өзге адамдарды біз өмірімізде өзекті орын алып, маған осы адам бағанағыда жар таңдаудың өзінде де жарды дұрыс таңдамау, на самом деле сен
Аллах айтады ғой, сен лайықты болғаннан кейін саған сол жар етіп неттім дейді да, саған жұп еттім дейді да. Демек жауапкершілікті өзімізге алғанымыз дұрыс қой, иә? Жар таңдамас бұрын бірінші өзіміз сол жақсылыққа лайықты болайық та. Жақсы күйеу таңдайды, қалайды көп қыз да. Мен жақсы күйеу, жақсы ақша. Жігіттер де солай. Қыздар да сондай да. Бірақ өзім идеальный емеспін да мен. Одан кейін сен идеальный емес адамға жолығасың да. Сондықтан ең бірінші идеалдылықты Құдайдың алдында жаса. Қарым-қатынасыңды түзе, Құдаймен шыншыл бол. Әрқашан дұға тілектеріңді ұмытпа. И сен бірақ нәрсеге сені жаратқан Құдайың саған жаманшылықты ешқашанда қаламайды. Сол күнге иман келтір. Не болса да, қиыншылық, қарыз, өкпе, реніш болса да, ол нәрсенің артында сен үшін ататын таңы бар. Қабылда миыңнан шығару керек болса, миыңнан шығар, диалог құра бер, өзіңмен өлілгенше өзіңмен арпалыс деп айтқым келеді. Тамаша. Қазір қателеспесем 3 интернет дүкеніңіз бар. Иә. Базарда өзіңіздің дүкеніңіз бар. Дүкен бар, офлайн. Жалға алмағансыз, сатып алғансыз, жеке өзіңіздікі. Шүкір. Шүкір, алхамдулилля. Бір сөзбен айтқанда. Бұлай сұрақ туындауы мүмкін енді, бұл кісі дүкендер жұмыс істеп тұр, точкасы жұмыс істеп тұр. Неге жан рахатына әрмен қарай өмір сүрмейді? Жаңа жоғарыда айтты ғой, ақша құндылық емес деген әңгімелерді айтады. Қарама-қайшы емес па? Неге бүйтіп жатыр жаңағы жеке бренд деп, өзгелерге жаңағы көмектесу деп жобаларды бастап жатсыз? Бұның астарында не жатыр? Астарында өзімді ең жоғары деңгейде көрем, пайдалы адамдардың қатарынан болатындығыма сенем. Ол үшін постоянно өзіме ол инвестиция керек, постоянно қаржылай өзімді толықтырып отыру керекпін. Бағана айттым ғой, мүмкін бұл өмірде аидалар көп шығар. Бірақ соның ішінде ертең аида болып барғанда, Құдайымның алдына барған кезде бір адамға пайдалы болсам, ол үшін ол ақша керек, ол үшін білім керек. Сондықтан сол күнге, сол Құдаймен көрсетің күні көп жақсылық жасаған адамдардың қатарынан болғым келеді. Просто адамның санын көбейтіп, бұл өмірден әттең деп өткім келмейді. Қазақстанның өзге аймақтарынан қазір серіктес іздеп жатсыз, сіз үшін серіктестің ақшасы маңызды ма, жоқ әлде оның санасы ма? Санасы. Менімен диалог құратын, менімен қарым-қатынас жасайтын қыздардың ең бірінші олардың да дұрыс ниеті болу керек, басқа адамға пайдалы болсам деген. Одан кейін барып жасап жатқан өзінің әрекеттері, оған ешкімді кінәламай, алдыға қойған мақсаттар нық, ең бірінші өзінің отбасына пайдалы болатын. Біз қашан отбасымызға пайдалы болғанда, өміріміздегі мына сүріп атқан Қазақстанымызға пайдалы боламыз. Бұл отбасы кішкентай ғана мемлекет, сол шеттен мықты бала шағаны тәрбиелеп шығару керекпіз. Ертеңге пайдалы бола алатын, Қазақстанның бір мәселесін шеше алатын. Сондай өзіне сенімді, тек қана ала берсем дейтін аналар емес, берсем, бөліссем дейтін ханымдарды жанымда көргім келеді. Рухани, бай, өзіне сенімді, сондай ханымдарды жанымда көру үшін қазір әрекет жасап жатырмын. Қандай қайырлыспен айналысып жатсыз сол жайлы? Мен қазіргі таңда, былай айтқан кезде, менің енді келіп жатқан ханымдардың көбі бизнес кәсіпкер болғандықтан, көбісі бір бизнес ашқысы келеді, бірақ өзіне сенімсіз. Сол кісілердің, сол ханымдардың ішіндегі алапатты оятқым келеді. Өзіне деген сенімділікті оятқым келеді. Ақша ол құрал деген сөзді
тек ауызбен емес іспен дәлелдегім келеді. Өзім бір айда тұра бірнеше кәсіпті басқару оңай әрі жеңіл. Әлеуметтік желіде сен өзіңді дұрыс бағыттай алсаң, әлеуметтік желіні сен дұрыс пайдалана алсаң, оның шексіз. Енді біреу үшін ол не шығар? Бағанағы ештеңке емес шығар, бірақ мен 2,5 айдың ішінде 20 мың подписчик қазіргі таңда TikTok желісінде да. Бүгін 20 мың болды да, ол маған 2,5 айлық еңбектің нәтижесі деген бір жемісі. Таңертеңгісін тұрып жолдасыма айтып жатырмын. 20 мың! Құттықтаймыз. Рахмет. 200 мың, 2 миллион. Қазақстанның халық санға 20 миллион. Сол аудиторияны. Сондай аудиторияны біз қамтитын болсақ, сондай қыз-келіншектерге пайдалы болатын болсақ, біздің міндетіміз бізге өзімізге тәуелділік тудырту емес менің мақсатым. Менің мақсатым әр тұлға өзіне өзі бағанағы жасап атқан пайдасы, саудасының ортасындағы маржасы, барлығы ол адамның өзіне пайдалы болсын. Менің артымнан тек қана менің саудамды жасап, менің бизнесімді масштабтасын емес, ары қарай өзінің нанын тауып кетсін, өзінің көкірегін ашып, бағанағы өзінің отбасына пайдалы болсын деген ниет. Инструментті қолдануды да мен айтамын да, сен қолданған уақытта бағана TikTok, Instagram желісі, Каспи, мысалы мен Каспиде 2018-ден бастап Каспиде бармын да, например. Ол да бір Қазақстанға беріліп жатқан үлкен мүмкіншілік. Сонда қолдану шектеу жоқ қой, енді шектеуді біз өзіміздің ойымызда тұтыртып отырған. Жалпы бүкіл мемлекетте мен қазір Дубайға баруды аңсамаймын. Бір ниетім бар Меккеге барып келу, бірақ қазақтың мынау осындай беріп атқан мүмкіншілікті өзім көргеннен кейін барып айғайлап тұрып айтқым келеді да, әрбір қыз-келіншекке саған беріп тұрған мынау интернеттегі мүмкіншіліктегі даже TikTok-тың өзін жүйелі тұрақты түрде қолдану арқылы өзіңнің мұқтаждығыңыздан айырылыңызшы. И сол кезде біздің бір кәсіпкер қосатын болса, менде қазір 20 қыз, өзімнің группамда 20 кәсіпкер қыз отыр. Ертең олардың әрқайсысы, Айда ханым қалай еп ашсақ болады дейді. Ол už мемлекетке пайда. Біздің мемлекеттің өсуіне пайдамыз. Сондықтан біз алатын қолдарды емес, беретін қолдарды көбейтейікші. Тамаша. Бұл енді идеологиялық мәні бар сондай дүние екен. Сізбен серіктес болудың шарттары қандай? Енді осы хабарды, эфирді талай азаматша көріп, ханымдар хабарласу мүмкін ғой? Бізбен нақты 200 мың теңгеңіз болатын болса, біздің өнімдерді 25-30% алу мүмкіншілігі бар. Ол қандай өнімдер? Ол қазіргі таңда бізде тренд болып жатқан қарапайым Қытайдағы миллиардтан жарып шыққан қазақтың қызы Ерсай бренді. Тәнті еткен өнім. Бірінші маған мен Ерсай ханымның продукциясын емес, бірінші өзін сатып алдым ғой. Себебі мен кәсіпкерлік көзбен қараған уақытта, ойлаңыз, миллиардтың ішінен шыққан қазақтың қызы 6 заводпен селбестік құрып отырған Қазақстанға кірді деген уақытта мен сол қыздың алдында тұрамын деген алдыма задача қойдым. Сол кісінің серіктестікті құрдым. Қазіргі таңда сол марапатқа бүгін ие болатын боламыз. Және айтып жатырмын ғой, 2,5 айдың ішінде артқа салған уақытта 16 жылдағы кәсіптік жолымдағы бүкіл формуланы өзіме қолдандым да, аз ғана уақытта үлкен бір оборотты көрсете білдім. Сондықтан ол мүмкіншілік кез келген қызда бар. 200 мың теңгеге өнімдерді сіз 25-30% жеңілдікпен аласыз да, өзіңіздің кәсібіңізді бастап кетесіз. Ол TikTok, Instagram, Каспи, бүкіл желілерде. И ол сіздің стартабыңыз. Сізде уже біріншіден бұл тренд тауарға реклама жасаудың қажеті жоқ, потому что бренд Ерсай ханым өзі рекламировать етіп отырады. Сізді өзі продвигать етіп отырады. О жағында біз ойлану керекпіз. Біз бизнесқа келіп жатқан кезде қазір мен танымайтын бір брендқа кіретін болсам, оны маркетингке көп ақша кетеді. Сондықтан құрметті ханымдар, осы келіп жеткен, 200 мың теңге біреу үшін үлкен ақша, біреу үшін аз ақша шығар. Бірақ егер де сіз оңай әрі жеңіл кәсіп түрін бастап,
өміріңізді жеңілдеткіңіз келетін болса менен толықтай қолдап алатын боласыз. Кәсіби мен 16 жылдық өзімнің бағанағы жүріп өткен жолымның ішіндегі тек қана нәтиже берген формуламен бөлісетін боламын. Құрметті ханымдар. Сондықтан енді әрине өте жақсы десе де сіз Ерсай ханымның бренд болғаннан кейін ол кісіні сатып алып отырсыз. Ал өнімдерін ше қолмен ұстап, көзбен көріп, түсініп көрдіңіз бе оның сапасына? Одан кейін мен ол кісіні бағанағы естігеннен кейін, Ерсай ханымның Қазақстанға кіргеннен кейін барып, ең бірінші өзім барып, жалпы арықтау форматында ойлап жүргем, шайын, кофесін алдым. 15 күннің ішінде 7,5 килограмм салмақ тастадым. Бойымдағы отектардан арылу мақсатындамын. Одан кейін барып айттым ғой, табиғи таза 6 түрлі шөптің қосына жасаған өнімді көргеннен кейін барып, менің осы брендті дамытуға деген өз үлесімді пайдалы болсам деген ниетім одан арман артты. Қазір өте көп артық салмақпен күресіп жүрген ханымдар, бірақ та көбісі бағанағы денсаулығымызға зиян алып келетін өнімдерді қолданып жатады. Бізде сертификат жағынан жалпы біз толықтай келген ханымдарға диагностика жасаймыз. Кімге болады, болмайды дегендер де бар. Сондықтан өнімдерді қазір өзім қолданып, ол SPF болсын, ол түнгі маскалары болсын, зубный паста, даже порошокқа дейін сол менің үйімде брендтер. Өзім толықтай. Демек сапасына кепілдік бересіз. Сапасына толықтай кепілдік берем. Бүгін бұйыртса марапат аласыздар ғой? Құдай қаласа. Сәттілік. Сәттілік. Жалпы енді сұхбатты аз кем қорытындыласақ, жалпы ұнады ма өзіңізге, қалай болды? Керемет. Ашыла алдыңыз ба? Алдағы уақытта сіздермен ары қарайды пайдалы болатын инсайттармен, осындай подкасттармен шығуды жоспарлап отырмын. Оң болсын. Ол ең бірінші маман ретінде сізді таныдым. Көп рахмет. Сондықтан осындай керемет атмосфера үшін, осындай бір беріп отырған өзіме деген сенімділігім тағы артып, бұл да бір мен үшін мүмкіншілік деп ойлаймын. Әрине. Біздің де бұл жаңа сана, бұл атауының өзі жаңғырту, сананы жаңғырту, біреуге пайдалы болу, сіздің тәжірибеңізді бөлісу арқылы экранның ар жағындағы 20 миллион қазақтың азаматтары мүмкін, 10 миллионнан астам қара көздеріміз болуы мүмкін, оларға бір қандай да бір мотивация беруді көздедік, және сол діттеген мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Енді қорытынды сұрақ болсын. 2 сұрақ қалған екен менде. Алғашқысы, мынау өмір ертең тоқтайды десе, бүгін не істейтін едіңіз? Құдаймен қарым-қатынасымды көбейтетін едім. Тағы да ғибадат. Толықтай, может быть, сәжде жататын едім. Басымды көтермейтін едім. Сіздің өміріңізді бір том, кітап десек, оның ең соңғы сөйлемі қалай аяқталады? Соны айтсаңыз, осы хабарды аяқтайық. Ла иляха иллаллах Мұхаммад расулуллах, ашхаду ва ла илаха ашхаду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху. Көп рахмет.